Бұл жерде біз ауылды жер болғаннан кейін ең басты нәрсе берілді оқу тәртібіне несіне ол үлкен өзгеріс әкеле алады интернет. Және бұл жерде әлемдік тану деп айта аламыз. Мынау мировоззрение деп айтсақ, соны мировоззрениесі ашылып, өз оқушыларына сұхбатында беріп жатқандай Корея елін, Жапония елін, батыстағы дамыған Европа елдерінің өмір деңгейін, немен өмір сүреді, қалай өмір сүреді, Қазақстан сол деңгейге жете ме, жете алмай ма, осындай салыстыру арқылы оқушылардың әлемдік тануы өте дамыды. Біріншіден. Екіншіден, ол үлгерімі көтерілді деп айта аламыз, өйткені кез келген жақсы игі үлгеріміне әкеліп соғады. Бұнда оқушыларымыз мәдени салаға дайындалса да, басқа қоғамдық белсенді жұмыстарға барғанда да осы интернеттен көптеген өзіне керекті қажетті мағлұматтарды ала білді. Әрине біздің мұғалімдеріміз де осы заман талабына сай интернеттің желісін пайдалануды үйренбегендер болса үйренді. Бұл заман талабы сондай болғандықтан барлық мұғалім біріншіден осы интернет желісі арқылы ең бірінші алдымызда тұрған күнделік кезек. Сол күнделік кезекті толтыруды. Сол күнделік кезектен кейін бәлде айтып жатқан интербелсенді тақтамыздың жұмысын жүргізу, өзіне көрнекілік ретінде. Бұл кез келген мұғалімнің сабақ өтуіне өте оңай, өте жәрдемші. Интернет, кең жолақты интернеттің болған өте оңай. Сабақ өтуіне өзіне көптеген жәрдемші, көптеген көмекші болып табылады. Сәлем жасы келген мұғалімдерге қиындау болды деп айтыламын, өйткені жас мұғалімнің бәрі олар онсыз да ол интернет желісімен жұмыс жасап, кейінгі электрондық құралдармен жұмыс жасап жүргеннен кейін оларға қатты қиындыққа соғады. Бұнда жасы келген үлкен неге ойлаймыз. Бізде қазір мұғалімдер білім саласында арнайы білім сапаны дамытуға арнайы оқулар сондайлар болады. Сол жерде барып, 3 айлық оқу болады, 1 айлық, 2 апталық оқу, сондай оқуларға барып, жаңартылған бағыттармен жұмыс жасау үшін арнайы сондай оқулар бар. Сол оқулар арқылы білімді жаңартылған түрін беруге оқыдық. Біздің мектебімізде 100% мұғалімдердің бәрі осы АКТ технологиясын пайдалана алады.